Әлемде қауіптілігі бойынша бірінші орында тұрған бұл жүрек қан тамырлары жүйесінің аурулары. Соның ішінде ең жиі кездесетін жүрек ұстамасы немесе инфаркт деп айтылады. Сол аурудың алдын алу үшін қажетті ең негізгі 4 фактор бар. Ең біріншісі адамның өзінің қан қысымын ретті тұрақты ұстау. Қан қысымында мысалы дәрігерлер берген кезде адамдар көбісінің қателігі тек қана қан қысымы көтерілгенде ғана ішеді. Егер сізге ол дәріні күнделікті тағайындаса, оны сіз күнделікті ішуіңіз керек. Себебі қан қысымыңыз тұрақты болмай, тек қана сіз көтерілгенде ғана ішіп жүрсеңіз, ол көтерілген кезде жүрекке күш түседі. Ал сіз күнделікті қабылдайтын болсаңыз, сіздің қан қысымыңыз тұрақты болып, сіздің жүрегіңізге ауыртпалық түспейді, және де бұл алдын алудың ең негізгі бірінші фактор болып саналады. Екінші фактор бізде холестериндердің деңгейі. Холестериндердің бізде тығыздығы төмен липопротеидтер, тығыздығы жоғары липопротеидтер деген бар. Егер де тығыздығы төмен липопротеидтердің деңгейі жоғарылап, ал тығыздығы жоғары деген төмендеп кететін болса, онда бізде тромбтардың пайда болуына алып келеді. Сондықтан да міндетті түрде биохимиялық анализдерде холестериндердің түрлеріне анализ тапсырып тұруларыңыз керек. Үшінші фактор бізде генетикалық бейімділік. Егер сіздің ата-анаңызда немесе ата-бабаларыңызда қанада бір жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары болатын болса, инфаркт немесе артериялық гипертензия, давлениесі жоғары болатын болса, егер сіз жас болсаңыз, сіздерде ол генетикалық бейімділік болуы мүмкін. Сондықтан да сіз алдын алу мақсатында дұрыс тамақтанып, мысалға холестериндер деңгейін бақылауда ұстап, қан қысымыңызды өлшетіп, поликлиникаға барып тексерілуден өтіп тұруыңыз абзал. Төртінші фактор бізде қандағы қан деңгейінің жоғарылауымен жүретін қан диабеті ауруы. Ол метаболизмдік ауру болғандықтан қан тамырларды зақымдайды, яғни макроангиопатиялар және де микроангиопатиялар деп айтады. Бұның барлығы жүрекке күш түсіретін болғандықтан сіздерде жүрек ұстамасына алып келуі мүмкін. Сондықтан да жалпы осы айтылған 4 факторды ескере отырып алдын алуға сіздерге кеңес беремін. Кез келген ауруды, жалпы тек қана бұл жүрек қан тамырлар жүйесі емес, кез келген ауруды емдеу, жеңілдету мақсатында ол ауруға апаратын жолды ерте анықтау үшін 6 ай сайын профилактикалық тексерілуден өту керек. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.